Еңселі 3 қабатты үйге кіріп келген Болатбек аңырайды да қалды. Жоқ, оны таң-тамаша қалдырған зәулім сарайдың алтынмен аптап күміспен қаптап қойған көз суарарлық сұлу да сымбатты көрінісі мен қымбат жиһаздары емес еді. Қарсы алдында үріп ауызға салғандай келісті келіншек тұрды. Япыр-ай, мынандай да сұлулық болады екен ғой. Гүлді халатының алдыңғы өңірі сәл ғана ашық қалыпты да, қос алмасы серіппедей сыртқа теуіп тұрған келіншектің мойылдай қарашығына түс алды да қалды. Тұла бойында бір мін болсашы. Аққудың көгілдіріндей келіншек бейтаныс жігіттің ұрлана да сұқтана қарағанына қымсынған да жоқ. Қайта қарай түс, тіміскелене түс дегендей әнтек жымиып, тостағандай көздерін төңкеріп, сүйкімін арттыра түсті. Ол не үшін келдіңіз деп сұрамады да, тап қазір өзінің осы бір ерке болмысты тұрысының үстіне бөтен еркек кіріп келетінін күткендей, екі көзді боталап Болатбекке қиыла қарады. Болатбек не үшін келгенін айта алмай тұтықты да қалды. Сізге мынаны Басекең беріп жіберді, деді. Әлден соң есін зорға жинаған Болатбек не үшін келгенін есіне түсіп, келіншек сыңғырлап кеп күлді. Күлкісі күміс қоңыраудың сыңғырындай жүрек қытықтайды екен. Сіз Талқанбайдың жаңа шопырысыз ғой, деді. Райы да шырайы да келіскен келіншек оның тұла бойын тінтіп қарап шығып. Иә, жаңа ғана қоңырау соқты. Қолыңыздағыны мына жерге қоя салыңыз. Иә, Тауаға жіберді, деді Болатбек сөзін қайта пысықтап. Ол келіншектің күйеуі неге Талқанбай деп тұқыртып атап тұрғанын түсінген жоқ. Жұмыста ғой, бастықты барлығы да Тауаға деп атап, алдында құрақ ұшады. Сонда келіншегі оны неге Талқанбай деп тұр? Менің есімім Ағылкек, әжем қойған, деп әдемі келіншек қолын ұсынды. Ып-ыстықта ұлпадай жұмсақ сүйріктей саусақтар жүргізуші жігітті майда ерітті. Болатбек қолын тартып ала алмай ұзағырақ бөгелді. Ағылкек ағымаржандай тістері жарқырап ақтарыла күлді. Олар осылай танысқан еді. Содан бері Болатбек бастығының да Ағылкектің де айтқанын екі етпейді. Көбінесе сапарда тығыз таяу жұмыстармен қауырт жүретін бастығының қызын балалар бақшасына апарып келу мойнында. Арагідік Ағылкек қаладағы супермаркеттерді аралайды. Сән этелесінде ұзақ бөгеледі. Жүргізушіге керек бастыға сиет төзімділік пен шыдамдылық. Сосыңғысы қанша ұрсып жатса да мылқау адамдай тіл қатпау. Үшіншісі бастығың туралы басыңа мылтық тіресе де тіпті өліп бара жатсаң да сыр ашпау. Міне, оларға шыдасаң бастығыңның да, оның отбасы мүшелерінің де ойабын тауып сенімінен шықтың дей бер. Болатбек мұның алдында да бір мықтының көлік жүргізушісі болған. Тәжірибесі толық тіс қаққан жігіт. Бастыққа ұнаудың сеніміне кірудің жөн-жосығын бір кісідей біледі. Болатбектің бұрынғы бастығымен танысуда, қоштасуда қызық. Онда Болатбек қоғамдық көлік жүргізетін. Таңертең ерте тұрып кеш жатады. Белгілі бағыттағы автобуспен қаланы таңғы сағат 6-дан түнгі 12-ге дейін айналады да жүреді. Жұмысы ауыр болғанымен табысы тәуір. Оған тәжірибелі жүргізуші ретінде басшылары үнемі жаңа автобус береді. Құрмет сыйы, қомақтылау қаржысы бар жұмыстан кім қашады? Оның құтты орнына қозғалысы да жоқ еді. Бір күні ойламаған жерден алдынан джип автокөлігі шыға келді. Болатбек тежегішті басып үлгермеді. Екі көлік соғысып дүние төңкеріліп жүре берді. Салон толы жолаушылар олардай шулап қоя берген. Біресін жиғанда ол дәрігердің алдында отыр екен. Кінәлі джип жүргізушісі еді. Рульде арыстай болып Ақылбектің өзі отырыпты. Сол күні ол жолдас жолалары мен мейрамханалардың бірінде бөгеліп қалады да жүргізушісін үйіне қайтарып жібереді. Мейрамханада қанша уақыт отырды, қаншама ішімдік ішті, бұл арасы бұлыңғыр әйтеуір. Болатбек оның теңселіп тұрып, тепсініп, жер-жебіріне жеткенін еміс-еміс біледі. Қалай дегенде де аққа құдай жақ. Жол көлік апатының қалай болғанын көргендер бар, жолаушылар бар. Ақылбектің рульге ие бола алмай көлігі мен автобусқа өзі келіп соқтығысқанын бұлтартпас дәлелдермен мойнына қойып берді. Бірақ Ақылбек алдырмайтын да шалдырмайтын да жуан ортаның жолбарысы болып шықты. Не керек? Ол өзің де Болатбекті де тығырықтан алып шықты. Оған себеп Болатбектің бір сөзділігі. Ол ішкі істер басқармасының тергеушілері, анықтаушылар алдында да, сот отырысында да кінәлі менмін деп тұрып алды. Жоғардағылар үшін бір кісінің апат салдарынан о дүниеге аттанып, бір келіншектің түсік тастап, 2-3 адамның аяқ қолы сынғаны бұйым болыпты ма? Ақылбек судан таза, сүттен ақ болып шыға келді. Дегенмен өзі мәрт жігіт екен, сөзінде тұрды. Болатбекті темір торда көп телміртпей суырып алды. Автобусынан айырылған, жұмысынан қуылған Болатбекті сындарлы сәтте сыр бермеген үшін ұнатып ақ қалыпты. Көп кешікпей өзіне жүргізуші етіп жұмысқа қабылдады.
Ақылбек ойға да шапқылады, қырға да шапқылады, неше түрлі қылмыста жатазды, саудасы да жүрді, саунасы да қызды. Болатбек сол бұралаң бұлтарысты, бұқпантайлы тайғанақ жолдардың бірінің де жымын білдірмей, жібін ілдірмей өткелдерден таза даман өткізіп отырды. Бірде Ақылбек тау баурайындағы саяжайында биліктегі түмді орындарда отырған дос-жарандармен үлкен мереке ұйымдастырды. Кілең ығай мен сығай мынандай оңашалықты аңсап қалған ба, көз байланғанша ішіп жеді, қалағандарынша көсіліп бақты, ойнақта салды. Олардың әрқайсысының жанында бір-бір сылқым сұлу бар еді. Не ойлағанын өзі біледі. Бастығы екі күлім көзді бірге ала келіпті. Саяжайда қонып қалатын болған соң екі сылқымның бірін кері қайтаруға шешім қабылдапты. Болатбек, деді бастығы, оны қасына шақырып алып, мына қарындасты үйіне жеткізіп сал. Байқа, бір тал шашы түсетін болса менен жақсылық күтпе. О не дегеніңіз, Басеке? Былай шыға Гүлбанудың ызадан әлде қызғаныштан тызақтап келе жатқанын аңғарды. Өйткені Басекең мұны емес оны таңдады ғой. Ішіне от түскен Гүлбану ұятты жинап қойып мұның мойнын асыла кеткен. Ішіп алғанымен бұл бой жеткен аса ажарлы еді. Ажарлы адамның даузынан албаты сөз шығады екен-ау. Жол жөнекей оның айтпағанын жоқ. Әсіресе Ақылбектің жанында қалып кеткен құрбысы жөнінде аузына келген нақтарды. Салдақы, кәззап, албасты деген теңеулер Болатбектің сөз қорынан баяғыда өшіп қалған екен. Тола бойы тітіркенді. Бір рет кездейсоқ көлік апатын жасап, жүрегі шайлығып қалған Болатбек иығына асылып рөлге жармасқан Гүлбанудан әбден ығыр болды. Бәлдене қарап бұлдана сөйлеп келген Гүлбанудың үйінің тұсына жеткенде және бір қылық көрсетті. Міне қарындас, үйіңізге де жеттіңіз, деген Болатбек ойында ештеңе жоқ. Гүлбану көліктен түсе қоймады. Тіпті түсу ойына да келмейтіндей. Кенет ол жүргізушінің мойнына асыла кетті. Болатбектің мойны жыбырлағандай болды. Сөйтсе Гүлбану оны мойнынан сүйіп жатыр екен. Жігіт қыздың құшағынан зорға босады. Пәтеріме дейін шығарып салмайсың ба, дейді үздігіп. Әне тиіп тұр ғой. Сіз ішке кіріп кеткенше кетпеймін. Сыртыңыздан бақылап тұрамын, деді Болатбек, азарда безер болып. Жігіт емес екенсің, шығарып салуды да білмейсің. Гүлбану темекі тұтатты. Қорықпаңыз, жеп қоймаймын. Үйге түсіңіз. Олар саяжайда сайран салып жатқанда біз немене сыбағадан құралақан қаламыз ба? Болсаң енді өкінбейсің, деді Гүлбану мұның қолынан тартып. Шошақай қыздың шолжаң қылығынан мезі болып келген шопыр мына арсыздықты естіп бойын тартып алды. Жоқ деп тартынды ішкі бұрауы мықты бастықтың көлік жүргізушісі. Кешіріңіз, мен асығыс едім. Уақытта бір талай болып қалды. Үйде отбасым күтіп отыр. Сенің отбасың бар екен ғой. Қалай есіме түспеген, деп күлді Гүлбану. Болатбек тосылып қалды. Мына бой жеткен не деп тұр? Есіне түскені несі? Мен оған қашан отбасылымын деп едім, деп ойлады. Сен саяжайда сайран салып жүргенде келіншегің етегіне намаз оқып отырмаған шығар, деп сықылықтап күлді Гүлбану. Болатбек тіксініп қалды. Сен оған тіл тигізуші болма, ол сен сияқтылардан емес, деп тарс кетті Болатбек. Сонда кім сияқтылардан? Білеміз ғой әйел атаулыны. Әсіресе сен сияқты күні-түні бастығының қасынан жетім қозы сияқты жалбақтап қалмайтын жүргізуші сымақтардың келіншектері екі көзі төрт болып босқа жата қоймас. Сондықтан бүгін оны ұмыта тұр. Мен саған әдемі түн сыйлаймын, деді аярланып. Болатбектің қаны басына шапты. Мұндай қорланбас. Ол енді Гүлбанумен кермалдасып тұруды артық көрді. Мына азғыннан іргемді аулақ салайын деп ойлады да Гүлбануды көліктен сүйреп шығарып есікті тарс жапты. Өзің бір есің жоқ, дән дұрыс көгме екенсің, жындыбас. Бар кет, мәз боламын дейсің бе? Келіншегіңнің өзгемен тояттап жатқанның үстінен түсерсің. Осы ма еді күткенің, деп Гүлбану түнгі аспанды жаңғыртып дола ашумен айғайға басты. Бәледе машайық қашыпты деген бар. Болатбек мына дүлейден құтылғанша асықты. Ажарлы деген бой жеткен мұнша ашулы, азғын ойлы болар ма? Болатбектің үйге жеткенше қаны тасып, миы солқылдап келді. Ол көлігін қаңтарып үйіне кіргенде бөлмесінде алаңсыз ұйықтап жатқан жарын көрді. Балаларының бетінен сүйіп, сүйіктісінің жанына келіп жантайды. Келдің бе, деп Зағипа бері бұрылып жатты. Болатбек көпке дейін дөңбекшіп ұйықтай алмады. Арада 2-3 күн өткенде сыртта жігіттермен темекі шегіп тұрған Болатбекті бастығы шұғыл шақыртыпты. Тағы бір жерге жұмсайтын болды ғой, деп темекі тұқылын күл қоқыс салатын жәшікке тастай салып, алып ұшып жеткен бұны Ақылбек ақиланып, елірме, ожар мінезбен қарсы алды. Болатбек оның тап осылай жарылғалы тұрған сыздауықтай сызданып тұрғанын алғаш көруі. Көздері шапыраштанып, сөздері қотыраштанып тұр. Қолдары безгек тиген адамдардікіндей дір-дір етеді. Болатбек дүлей дауылдың қай тұстан соққанын долбарлай алмады. Не жазып қойдым дегендей Ақылбекке аңтарыла қарады. Әй сасық деке, Гүлбанудан не әкеңнің құны бар? Қатын құмар болсаң саған басқа ел құрып қалды ма?
неге тиісесің оған деп ұрып жіберердей таптап берген бастығына не деп жауап берерін білмей тосылды. Не істеп қойыппын мен оған деп Болатбек ашына сұрақ қойды әлден соң. Қонақ үйге түсейік, менімен бол депсің ғой. Болатбек аяр адамның өз есіне келгенде аянбайтынын білуші еді, бірақ Гүлбанудан тап осындай аярлық күтпеген. Япыр-ай, ындынның ырқы, қызғаныштың құрты осыншама шақар болар ма? Саяжайда қалған сылқымның тоят түн үшін Гүлбану мұны жазалаған несі, түкке түсінсе бұйырмасын. Болатбектің беті өрттей алаулап, нені бүлдіріп қойғанын білмей дал болды. Былай тышқан ініне кіре алмай жүріп құйрығына қандауыр байлапты дегенді білуші ме едің? Өзің мұнда сый салмай жүріп қатынға қырыңдаған неңді алған, оның үстіне Гүлбануды мен ертіп барғанын көріп біліп отырсың. Сонда не, сен маған қыр көрсетпекпісің? Бастығыңның көңілдесіне сөз айтуға қалай ғана дәтің барды? Сенген қойым сен болсаң дейтін бе еді? Ертең бәлкім кеше ғана саяжайда бірге қонып қойнымды қыздырған Хадишаға да қырыңдарсың. Сенен қорқайын дедім. Боқшаңды жинада қараңды батыр, деді Ақылбек ашудан қалш-қалш етіп. Онымен ерегісіп барға адам таппайтынын білетін Болатбек ләм-мим деместен бастығының бөлмесін босатты. Сөйтіп ойда жоқта Болатбек тағы да жұмыссыз қалды. Енді не істеу керек? Баяғы өзі еңбек еткен автобаза болса болмаса да маңайына жолатпайды. Қайда барады? Үйіндегі олардай шулап отырған бала шағасын қалай асырайды? Осылай дел сал болып жүрген күндерінің бірінде күтпеген жерден ескі көзтаныс Жұман жолығып қалды. Ол бір таксода жұмыс істейді екен. Болатбек, біздің таксопаркке келсеңші, бастығымыз жақсы адам, 2-3 таксистің орны бос, тәжірибелі жүргізушілер керек, бастықпен өзім сөйлесемін деді ол. Сәтін салғанда таксопарктың бастығы ашық жарқын, қақ-соқпен жұмысы жоқ жайдары жан екен. Еңбек кітапшасымен танысқан соң сөзге келмей Болатбекті жұмысқа қабылдады. Үйде отырып отбасының ұсақ-түйек күйбеңнен мезі болушы еді, жүда жақсы болды. Бәрінен бұрын Зағипаның зілсіз айғайынан құтылды. Әкесі еті таусылды. Әкесі үйде бітіп қалыпты. Әкесі бұл үйде майда қалмапты деп мидың құртын жеуші еді. Автобус жүргізуші болып жұмыс істеп жүргенде Ақылбектің оққағар ретінде алшаң басып, арындап тұрғанда да мынандай таршылықты көрген жоқты. Әлде бір контейнермен қазы қарта дейсің бе, жал жая дейсің бе, қойдың еті дейсіз бе, тайдың еті дейсіз бе, ағылып келіп жатушы еді. Шопырлықтан шеттетілген соң бұл бастаудың көзі бітеліп, Зағипасына кіріптар болып қалған. Осы кіріптарлықтан құтқарған Жұманға дән риза. Күректеп таппаса да, әйтеуір алақанына бірдеңе түседі. Бұрынғыдай артылғанына кешесесіне бауырларына дорбалап та, арбалап та жіберіп тұратын тоқта, бақуат күндер келмеске кеткенімен жұрт қатарлы күнелтіп жүргеніне шүкіршілік етеді. Такси жүргізушісі деген бір рахат жұмыс екен. Басыңда әңгір-тағия ойнатып, бақырып бастығы тұрмайды. Автобус айдап жүрген күндеріндей күн сайын таңмен таласа жылы төсегінен атып тұрмайды. Әрі-беріден соң ешкімге есепте беріп жарытпайды. Қайда барады, үйіне қашан қайтады, бұл да өз шаруасы. Бір күн ойламаған жерден оның таксиін Жомарт тоқтатты. Кезінде Ақылбектің компаниясында бірге жұмыс істеген жігітті көріп, Болатбек те қуанып қалды. Болса болмаса да бір-біріне хал ахуал сұрасып, қауқылдасып отырып біраз жерге ұзап кетіпті. Ал компанияда не жаңалық бар деп сұрады Болатбек бір кездері өзі жұмыс істеген ұжымның жағдайын білгісі келіп. Бәрі де бәз-баяғысынша, өзгерген ештеңе де жоқ. Айтпақшы, Басекең сені сұраған, көрсеңдер маған алып келіңдер деді. Жақсы кездестің ғой деп Жомарт ұмыт қалдырған затын тауып алғандай қуанып қалды. Оның менде не шаруасы бар деп Болатбек иығын қиқан еткізді. Итін біліп пе, бірақ қайта-қайта сұрағанына қарағанда бір зәрулік бар сыңайлы деді. Жомарт та мен қайдан білейін дегенде иығын қушитып. Тағы да сол Гүлбану болмасын деп қалды Болатбек. Гүлбануың кім? Білмейтін бе едің бастықтың көңілдесі? Естісем құлағым керең болсын. Задында бастықтың шопыры құлты берік сандық болуы тиіс. Сыраштым дегенше серағымнан айырылдым дей бер. Сондықтан шопыр атаулы аузын суға толтырып алған адамдай бұртиып жүреді. Жағашпайды. Ашты екен жағынан да бағынан да айырылады. Бұл Болатбектің көкірегінде көмулі жатқан құпия сыр болатын. Ақылбектен кеткеннен соң ба, әлде ескі жараның беті қайта ашылған соң ба, Болатбек абайсызда жасырын сырды ақтарып алды. Алайда Болатбек бұрынғы бастығынан есе қайтарғысы жоқ еді. Қыртты езген жеңеді, езгенді құдайдан безген жеңеді деседі ғой. Ақылбек сияқтыларды сүріндіремін деген ой оның басына шұйықтаса да келмеген. Бірде Болатбек жолаушылар тасып жүріп, бұрынғы жұмыс орнының жанынан өтіп бара жатты. Мені неге іздеді екен деген бір әуес қойса, ол көкейіне келіп қалды. Гүлбанудың әр кешіккені менен көріп жүрген шығар деп бір қойды. Көйлегімді шешіп алып қалмас, не де болса бара көрермін деген бір ой оны ширықтырды. Себепсізден себепсіз қорқақ ұры атанбайтын. Төбемнен тастап жіберер тасы болса, оны да көріп алдым деп батылданды. Өйткені ол өзінің адалдығына сенді.
Ақылбек оны арада ештеңе болмағандай сыпайы сырбаз қабылдады. Хатшысына қоңырау соғып, 2 шыны кофе алдырды. Бұрынғы